Сәлеметсіздер ме? Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бар екені белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Сізге таңсырақ тақырып болса, төмендегі жазбаға назар салыңыз. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады. Иммунитетті нығайтады. Рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді. Шаушауды басып қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді. Асқазанның жұмыс жеңілдетеді. Мидың қан тамырларын тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді. Қақырықты түсіреді. Несеп жолдарының жұмысын реттейді. Және терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Қалай емдейді? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады. Қанның ұюын болдырмайды. Жараның тез жазылуына септігін тигізеді. Жүрек қағысын реттейді. Асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді. Ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады, әрі бүйрек ауруының алдын алады. Варикоз, геморрой, белсіздік және басқа да аурулардан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайысқақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады. Қалай дайындаймыз? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, ас қасықтың 2/1-іне бақ тамырын және ас қасықтың 2/1-іне мыңжапырақ шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып, тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мг ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күн.